Қазақстан Республикасы президентінің халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасына сәйкес Түркістан облысының әкімі Нұралхан Көшеров Түркістан қаласының тұрғындарымен кездесті. Кездесу барысында өңір басшысы өткен жылы атқарылған жұмыстарға жан-жақты тоқталып, облыстың әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерін баяндады. Нұралхан Көшеров мемлекеттің қолдауымен жүйелі жұмыстың нәтижесінде Түркістан қаласының негізгі әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінде оң өсім қалыптасқанын атап өтті. Жалпы өңірлік өнім көлемі 2025 жылы 526,3 миллиард теңгені құрап, өткен жылғы кезеңмен салыстырғанда 15,5%-ға өсті. Өнеркәсіп көлемі 2025 жылы 45,9 миллиард теңгеге жетіп, өткен жылғы кезеңмен салыстырғанда 10,3%-ға артқан. Шаһарда жаңа нысандар салынып, туристік өндірістік әлеует көтеріліп келеді. Құрметті Түркістан қаласының тұрғындары, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2026 жылдың қаңтар айында Қызылорда қаласында ұлттық құрылтайдың 5-ші отырысында еліміздің келешек даму бағдарламасы және қоғамдық өзекті мәселелер туралы ойларын ортаға салды. Еліміздің ауқымды саяси жаңғырту жаңа кезеңіне қадам басып, алдағы конституциялық реформа осы өзгерістердің өзегі болатын және Қазақстан бір палаталы парламентті көшіп, оған құрылтай атау беруді ұсынды. Бұл бастамалар мемлекеттік басқарудың ықшамдап, оның тиімділігін арттыруға, халықтың жағдайын одан әрі көтеруге бағытталған. Біздің міндетіміз осы реформалардың мәні халықтың дұрыс түсіндіріп, оның жүзеге асыру белсенді атсалысу. Себебі бұл өзгерістер түпкі мақсаты әрбір азаматтың құқықтарын сақтау, әл-ауқатын арттыру, әділетті мемлекетті құру болып табылады. Құрметті жиынға қатысушылар, мемлекет басшысының жарлығына сәйкес облыс әкімдері барлық аудан қалалар тұрғындарымен кездесіп, мәселелерді ашық диалог алаңын шешу міндеттеген. Былтыр кездесуінде жалпы қалада 17 мәселе көтерілген болатын. Осы жиында олардың 16-сы шешім тауып, бір мәселе объектив себептермен байланысты ағымдағы жылдың екінші жартыжылдығында орындалады. Халықпен кездесуде қала әкімі Әзімбек Пазылбекұлының өткен жылғы жұмыстар бойынша баяндамасы тыңдалды. Одан кейін қала тұрғындары тарапынан көтерілген өзекті мәселелер тыңдалып, ұсыныстар, пікірлер қабылданды. Әрбір азаматқа өз пікірін еркін айтуға, өтініш тілектерін жеткізуге толық мүмкіндік берілді. Тұрғындар жерді заңдастыру, баспанамен қамту, инфрақұрылым, қоғамдық көлік, тұрғын үйлердегі кемшіліктер, әлеуметтік қолдау, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жол сапасы, білім, туризмді дамыту, әлеуметтік нысандар құрылысы және өзге де мәселелерді қозғады. Облыс әкімі Нұралхан Көшеров әрбір сұраққа нақты жауап беріп, жауапты басқарма басшылары мен тиісті мекеме жетекшілеріне тапсырмалар жүктеді. Бақдәулет Ерланұлы, Өмірхан Смайыл, 77 News.